Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Төлепберген Бақытбекұлы, Ақтөбе қаласы нөмір 35 орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің видео сабағымыз 4-ші сыныптағы жеңіл атлетика. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жеңіл атлетикамен толыққанда танысу. Сабақ міндеттері: адамгершілік және эстетикалық тәжірибе арқылы балалардың дене шынықтыру мен спортқа қызығушылығын қалыптастыру, және де жеңіл атлетика туралы білімді толыққанды кеңейту. Құрметті білім алушылар, сіздер білесіздер ме, не себепті барлық әлемде жеңіл атлетиканы спорт патшайымы деп атайды? Біз осы сұраққа сабақ барысында тоқтала кететін боламыз. Оқушылар, сабағымызды әдеттегідей жалпы дене жаттығуларымен бастаймыз. Достар, бәріңіз де мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созуламыз. Қолды ауыстырып, оңға созуламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Жеңіл атлетика спорттың ең көп тараған түрі. Жеңіл атлетиканы біз бүгін 5 тарауға бөліп қарастыратын боламыз. Олар: жүгіру, жүру, секіру, спорттық снарядтарды лақтыру және де көп сайыс. Жеңіл атлетика көпшілік спорттың негізгі түрлері болып келеді. Сол себепті жеңіл атлетиканы спорт патшайымы деп атайды. Бұған кеңірек тоқталсақ, оқушылар, қандай да спортпен айналыспас бұрын бізге ең алдымен дене дайындығы керек, яғни денемізді қыздыруымыз керек. Бұл да жеңіл атлетиканың бір түрі. Сол себепті спортта жеңіл атлетиканы спорт патшайымы деп атайды. Жеңіл атлетика ең көп таралған спорт түріне қарамастан, бұл спорт түрлері арнайы дене дайындығын талап етеді. Сол себепті мектеп бағдарламасына оқушыларға тек қауіпсіз спорт түрімен жаттығуларды енгізген. Ал енді оқушылар, алдарыңызда көрсетілген дене тәрбиесі сабағының жеңіл атлетиканың мектеп бағдарламасына енгізген түрлерімен таныс боласыздар. Олар ең бірінші әдеттегі қауіпсіздік ережесі, яғни жеңіл атлетикадағы қауіпсіздік ережелері. Екінші, салауатты өмір салты. Бұл тарауда сіздер жеңіл атлетиканың адам ағзасына қаншалықты пайдасы бар екенін білесіздер. Үшінші, жеңіл атлетика түрлері. Бұл дегеніміз дене тәрбиесі пәніне мектеп бағдарламасына қосылған түрлері жайында толыққанды мәлімет аласыздар. Білім алушылар, сіздер білесіздер, жеңіл атлетика 5 бөлімге бөлінеді. Оның ең бірінші тарауы жүгіру. Сіздерді осы 5 бөліммен толыққанды танысуға шақырамын.
Оқушылар, жүгірудің әртүрлі түрлері бар. Олар қысқа қашықтыққа жүгіру, орта қашықтыққа жүгіру, алыс қашықтыққа жүгіру және эстафеталық жүгіру. Спринт, қысқа қашықтыққа жүгіру. Ол 30 метрден, 60 метрден, 100 метрден, 200 метрден, 400 метрге дейінгі жүгіру аралықтары. Орта қашықтыққа жүгіру. Бұл дегеніміз 800 метр, 1000 метр, 2000 метр, 3000 метрге жүгіру және де 3000 метр кедергілі қашықтыққа жүгіру. Алыс қашықтыққа жүгіру. Бұл дегеніміз 5000 метр, 10000 метр, 20000 метр, 42 шақырым марафонды қашықтыққа жүгіру және де 50 шақырым кросс жатады. Бізде келесі эстафета. Эстафета бірнеше адамнан құралған команданың жүгіруі. Бұл эстафета 4 адамнан құралған 100 метр, бұл олимпиадалық қашықтық, 4 адамнан құралған 200 метр, 4 адамнан құралған 400 метр, бұл да олимпиадалық қашықтық, 4 адамнан құралған 800 метр, және де 4 адамнан құралған 1500 метр. Оқушылар, жүгіруде сөренің екі түрі бар. Ол төменгі сөре және жоғарғы сөре. Спринт, қысқа қашықтыққа жүгіру төменгі сөреден басталады. Орта және алыс қашықтыққа жүгіру жоғарғы сөреден басталады. Оқушылар, жеңіл атлетиканың келесі түрі бұл жүру. Спорттық жүріс, қозғалыстар техникасы бойынша жүрістің басқа түрлерінен айырмашылығы аяқтың тізе буынын тіке ұстауы. Алайда жалпы барлық жүріс түрлеріне ортақ болып табылатын тұрақты жермен байланыс бір немесе екі аяқтың бір мезгілде тиюі тиіс. Жүйріктердің ұшу фазасы пайда болған кезінде аяқтардың майысып, қателіктер жіберсе ойыннан шектетіледі. Жаяу жүру бойынша жарыста жылдамдық әдеттегіден 2-3 есе жоғары болады және де 14-16 км шақырымға дейін ғана жетеді. Әр жарыстарды ерлер 20 км-ден 50 км-ге дейін, ал әйелдер 20 км-мен шектеледі. Жаяу жүру бойынша жарыста жылдамдық әдеттегіден 2-3 есе жоғары болады және де 14-16 км шақырымға дейін ғана жетеді. Әр жарыстарды ерлер 20 км-ден 50 км-ге дейін, ал әйелдер 20 км-мен шектеледі. Спорттық жүріс ерекшеліктері. Жерге аяқ бірінші өкшеден бастап қойылады және тік жағдайды сақтайды. Жамбас қозғалысы көлденең және сагиталды осы бойынша көбірек көрінеді. Қолдың шынтақ буыны 90-95 градус болу керек. Мектеп бағдарламасында спорттық жүріс әртүрлі жүру жаттығулары арқылы беріледі. Бұл дегеніміз аяқтың ұшымен жүру, өкшемен жүру және де жартылай отырып жүру. Оқушылар, жеңіл атлетиканың келесі түрі бұл секіру. Біз секіруді үш жағдайға бөліп қарастырамыз. Оның ең біріншісі ұзындыққа секіру, екіншісі жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, үшіншісі биіктікке секіру. Біздің жеңіл атлетика сабағымыздың төртінші түрі бұл спорттық снарядтарды лақтыру. Спорттық снарядтарды лақтырудың олимпиадада 4 түрі кездеседі. Оның ең біріншісі найза лақтыру, екіншісі диск лақтыру, үшіншісі ядро лақтыру және төртіншісі спорттық балғаша лақтыру. Жаңа айтып өткендей, спорттық снарядтардың лақтырудың 4 түрі бар. Ол олимпиадада. Ал мектеп бағдарламасында лақтырудың 2 түрі берілген. Ол граната және ядро лақтыру. Оқушылар, жеңіл атлетика сабағының соңғы тарауы ол көп сайыстар. Көп сайыс спорт жарыстарының бір түрі. Көп сайыста адамның жан-жақты шынығуына әсерін тигізетін спорттың бірнеше түрі бекітілген. Ертеде дүниежүзілік олимпиадалық ойындарының программасында жүгіруді, ұзындыққа секіруді, диск, найза лақтыруды және күресті біріктіретін көп сайыс болған. Ал енді оқушылар, бәлкім сіздер шаршаған шығарсыздар. Қанекей бәріміз орнымыздан тұрып, сергіту сәтін өткізейік. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, cause this is Africa. Ал енді оқушылар, сабағымызда соңына келіп қалды. Сіздерге үй тапсырмасы. Олай болса, мен қойған сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Ол үшін сіздерге дәптер және қалам керек.
Дәл осылай толтырып, суретке түсіріп, мұғалімге жіберуіңіз керек. Ал енді оқушылар, сіздерге сұрақ. Мына суреттерде жеңіл атлетиканың қай түрлері көрсетілген? Соңғы сұрақ. Жеңіл атлетиканы не себепті спорт патшайымы деп атайды? Құрметті оқушылар, мен қойған сұрақтарға жауап беріп болғасын, тақтада көрсетілген WhatsApp желісі және почтаға өз жауаптарыңызды жібересіздер. Біліммен сусындаушылар, біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Зер қойып, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.